Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін 3 молока торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаның сарыуызын, қант, ванильді қант салып, венчикпен араластырамыз. Немесе миксермен де пайдалануға болады. Үстіне сүт құйып, тағы араластырамыз. Күнбағыс майын қосамыз, тағы араластырамыз. Он мен қопсытқышты електен өткізіп, венчикпен біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Енді ақуыздарға шым-шым тұз салып, ақ пена болғанша дейін миксерлейміз. Оны жаңағы қамырымызға қосып, астыдан үстіге қарай күрекшемен ақырындап араластырамыз. Менде 23 сантиметрлік формаға пергамент қағазын салып, жан-жағын майлаймыз. Қамырымызды құйып, 180 градуста 30 минут пеште пісіреміз. Пропитка жақсы сіну үшін, осылай коржды барлық жерін зубочисткамен тесіп шығу керек. Ыдысқа сүт, 20% клейгей, сгущенканы салып, араластырамыз. Осы сұйықтығымызды корждың үстіне түгелдей құямыз. Тоңазытқышта сұйықтық толық сіңгенше дейін ұстаймыз. Крем дайындаймыз. 33% клейгейге қант ұнтағын, сүзбелі ірімшікті салып, миксерлейміз. Видеодағыдай крем шығу керек. Міне пропиткамыз толық сіңді. Коржды формадан алып шығамыз. Үстіне крем жағамыз. Әдемілік үшін үстіне какаоны сеуіп шықтым. Міне достар, 3 молока торты дайын, өте нәзік, жұп-жұмсақ, ылғалды болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.